Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сен осындай өте дәмді, өте әдемі мейрамханадағыдай тауықтың еті қосылған фунчоза салатының жасау жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін достар, ең басты ингредиент осындай фунчоза керек болады. Көріп тұрғандарыңыздай, менде екі осындай бөліктегі фунчоза қалған. Осының біреуін ғана қайнататын боламын. Біреуінің өзінен 2 тарелка фунчоза шығады. Енді алдын ала қайнап тұрған ыстық суымызға шамамен 2 минуттай қайнатып, көп тұрғызбай сүзіп аламыз. Мінекей достар, сүзіп алдық. Енді бұны міндетті түрде осындай салқын сумен шаямыз. Достар, шайып дайындап алдық. Фунчозамыз дайын. Енді тауықтың төс етін осылай ұзыншақтап, жұқалап, турап дайындап аламыз. Барлығы біркелкі болуы керек. Достар, фунчоза осылай тауықтың етін қоспай-ақ та жасауға болады. Өте дәмді болады. Оның да рецепті мен каналымда бар. Сілтемесін осы видеоның төмен жағына описание бөліміне қалдыратын боламын. Осылай достар, барлығын турап дайындап алды. Енді осының үстінен осындай бір ғана тіше чеснокты ұсақтап, майдалап, осылай турап дайындап аламыз. Енді достар, шамамен 5 минутқа осылай жаңа турап алған тауықтың етін маринаттаймыз. Үстінен жарты шай қасық өте аз мөлшерде тұз қосамыз, және де осындай соевый соус қосып, араластырып, бір шетке қойып қоямыз. Тұзы жаңағы соусы сіңгенше, оған дейін біз осылай сәбізімізді майдалап, ұсақтап, турап дайындап аламыз. Сәбізіміз де осындай ащы бұрышымызда барлығы бір келкі ұзыншақтап турап дайындап аламыз. Пиязымызды да тураймыз, бір келкі етіп тура осылай. Енді осылай 2 тіше чесногымызды сақтап, майдалап, турап дайындап аламыз. Мінекей достар, осымен барлығын турап дайындап алдық. Енді бұларды қуыруды бастаймыз. Ол үшін осылай табамызға аз мөлшерге май құямыз. Өте көп болып кетпеу керек, осылай қуыруға жеткілікті болса болды. Бұны енді табада жақсылап қыздырып, майыңыз қызғаннан кейін жаңағы маринатталып тұрған етіңізді салып, осылай араластырып, жақсылап қуырамыз. Етіміз піскенше қуырамыз. Мінекей достар, етіміз дайын болды, пісті. Енді осының үстінен бірінші пиязымызды салып, шамамен 1 минуттай ғана қуырып, үстінен қалған ингредиенттерді, жаңа сәбізіңізді, чесногыңызды, және де ащы бұрышыңызды бірге салып қуырамыз. Шамамен 5 минуттай қуырамыз. Барлығы пісті, дайын болды, қуырылды. Енді бұны жаңағы дайын тұрған фунчозамызға араластырамыз. Жасау жолы еш қиындығы жоқ. Жаңағы фунчозамызды сәл осылай қысқартып, пышақтың көмегімен кесеміз. Себебі бұл ұзын болады, барлығы бір тұтас болады. Мінекей достар, барлығы дайын. Енді екеуін бір-біріне қосып араластырамыз, және де татымына қарай дәмдеуіштер саламыз. Осылай зира қосамыз, және де паприка, және де татымына қарай тұз саламыз. Енді осының үстінен осындай соевый соус құямыз, аз ғана мөлшерде, шамамен 1 шай қасықтай. Енді бұны толықтай араластырамыз. Достар, осымен біздің тауықтың еті қосылған фунчозамыз дайын болды. Тағы бір айта кететін достар, мейрамханадағыдай әдемі болу үшін осылай үстінен сәл-сәл күнжіт сеуіп жесеңіздер, тіптен керемет болады.
Достар, қараңыздаршы, өте әдемі, өте дәмді болды. Барлықтарыңызға осы рецепт арқылы жасап көруге кеңес беремін. Және де фунчозаның тауық етін қоспай-ақ жасауға болатын рецептісі менің каналымда бар. Сілтемесін міндетті түрде осы видеоның төмен жағына қалдыратын боламын. Достар, сіздерге рецепт ұнаған болса, немесе видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.